Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, үгітілмелі пирожныйдың жасалу жолын ұсынамын. Дастарханыңыздың сәнін ашатын пирожныйды сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ сары майды саламыз. Шым-шым тұзды салып, миксермен 1 минуттай араластырамыз. Міндетті түрде сары май бөлме температурасындағы жұмсақ сары май болу керек. Келесі кезекте ванилинді саламыз. Қантты салып 3 минуттай миксермен араластырамыз. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Миксермен 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Онды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде лопаткамен араластырып жатырмын, ары қарай қолмен илеймін. Бізде қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр шығады. Мінекей қамырымыз дайын. Ендігі кезекте пергамент қағазына аздап ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қалыңдығы 4-5 мм болады. Қамырды видеодағыдай 4 бұрышты етіп жаямыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Жайған қамырдың ұзындығы 30-35 см болады. Дайын болған қамырды видеодағыдай шанышқымен жүргізіп шығамыз. Алдын ала қызған пеште 190 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Сіздер өз пештеріңіздің ыңғайына қарайсыздар. Піскен қорждардың ортасынан бірдей қылып бөліп алдым. Шеттері түзу болу үшін артық жерлерін кесіп аламыз. Ыстық күйінде кессеңіздер өте жақсы кесіледі. Артық қалған қорждарды сәлден соң қажетімізге жаратамыз. Асығып жүріп қорждың шетін бөліп алдым, бірақ ол ештеңе етпейді. Енді бір дана қоржды алып, ыңғайлы ыдысқа қойып аламыз. Қорждың бетіне джемді жұқалап жағып шығамыз. Мен қарақаттан жасалған джемді пайдаланып жатырмын. Сіздер кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Сонан соң екінші қоржды әкеліп үстіне қоямыз. Екінші қорждың үстіне де жұқалап джем жағамыз. Пирожный өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Джемді жұқалап жағып алдым. Ендігі кезекте артық қалған қорждарды ұсақтап шығамыз. Қаншалықты ұсақ болса, пирожныйларымыз әдемі көрінеді. Үгітіп алған қоржды пирожныйдың бетіне әдемілеп сеуіп шығамыз. Пирожный сондай жұмсақ, үгітілмелі болып шығады. Мінекей достар, өте дәмді пирожныйлар дайын. Үгітілмелі, ауызда еретін пирожныйды сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.